Бұл жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным. Ақжүрек Таңатаров, ол қалай айтсақ та тәуелсіздік жылдарында жасында жарқыраған жұлдызды спортшы. 1986 жылы Алматыда қазақ жастары желтоқсан оқиғасына қатысып, ұлт азаттылығын талап еткен шақта Ақжүрек Таңатаров дүние есігін ашқан. Шынашақтайынан шымыр денелі Ақжүрек тәуелсіздіктің елең алаңында еркін күрес секциясына жазылады. Азат елдің асқақ ойлы азаматы сол бір бала шағында Олимпиада ойындарында атой саламын деп ойлады ма екен? 1996 жылы әкесі оны күреске қатысын. Осы балам спортшы болсын деп қалаға көшкен. Ақжүрек Тараз қаласы номер 47 орта мектебінде білім алып, өзінің табандылығы мен тәрбиесімен көзге түскен. Баршаға танылы olan байтақ жерім бар, егемен тәуелсіз қазыналы елім бар. Ашық көк аспаным, асқарлы тау көлім бар. Қазақстаным, Қазақстаным. Ақжүрек Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері. Еркін күрестен Қазақстанның 4 дүркін чемпионы. Бірнеше дүркін халықаралық біріншіліктердің жеңімпазы, Азия чемпионы. Ақжүрек Лондонда өткен 2012 жылғы Олимпиаданың қола жүлдегері атанған. Ақжүрек Таңатаров Дели төрінде өткен Азия чемпионатында 70 келі салмақта алтын алды. Жерлесіміз ширек финалда моңғолиялық Хатан Батыр Даватсеранды ұтса, жартылай финалда жапониялық Мамаджира Накамураны 11-7 есебімен тізе бүктірген. Финалда Ақжүрек өзбек балуаны Ихтиор Наврузовты 11-7 есебімен жеңіп, Азия чемпионы атанған. Тәуелсіз елім! Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса